Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қадірменді көрермен қауым, назарларыңызға футболды ұсынамыз, футзалды ұсынамыз және Қазақстан чемпионатының соңғы тур ойындары. Одан кейін, аздаған уақыттан кейін, жалпы плей-офф матчтары басталады және міндетті түрде қазір шабуылдарын көреміз. Өте жақсы мүмкіндік. Қазір қақпаға соққы жасап көруге болады. Соққы жасалынды. Евгений Кошкин. Әдемі. Кошкин, Ахмади, Карпюк сияқты ойыншылар тәптер өнер көрсетуде. Қазір ақтөбеліктердің контра шабуылы қаншалықты қауіпсіз аяқталады екен. Қақпаға соққымен аяқталды. Асхат Көлбаев тепті. Өте тамаша мүмкіндік. Қазір есеп ашатын және есеп ашылды. Астана командасының сапында Алиасқар Тағайбеков есеп ашты. Мінекей жақсы мүмкіндік. Астаналықтарда контра шабуылға әдемі шықты және ойыншының толық аты-жөні Көлбаев. Ортаға бейіл алды, бірақ не деген әдемі гол. Қараңыз, тізесімен салды ғой бейіл. Қандай тамаша гол. Әдемі комбинация. Ақтөбеліктер бірден таразбасын теңестірді. Пенкет барыты, бірақ ол қазір допта бірден арып қалып отыр және контра шабуыл. Қазір Ахмади. Ортаға сырылған пас. Және тағы бір Ахмади. Маңдайшаға тиді. Қақпашы әрең дегенде құтқарып қалды. Допты дұрыс жеткізе алмады. Тағайбеков алыстан тепті, бірақ биік асырып қойды Тағайбеков. Чураско бұрыштама. Соққы содай бір жоғы матчта есеп 1-0 болып жатыр. Жаңа айтқанымыздай матчтардың барлығы бір уақытта басталды. Бірнеше матч алыстан соққы. Және Жетісу командасы оралда Бәйтерек қақпасына гол соқты. Карпюк. Сонымен қазір жақсы пас. Карпюк тепті, бірақ Қанат Жеткірбаев қайтарды. Өте тамаша сейв. Қазір бетіне тиді ғой деймін. Алыстан соқты және Астана командасы тағы да есепті алған шықты. Бұл жолда Алиасқар Тағайбеков қой деймін қазір. Есеп 2-1. Бердалин. Және қазір Ақтөбе командасы өздегенде жетті. Екінші таймды өте белсенді бастады және Чураско 3-ші минутта көзге түсіп отыр. Карнавалда жүргендей жеңісті қойлап жатыр. Үшінші ретінде үшінші гол соғады. Кінәлде Астана командасы салымы жоқ. Ақтөбе командасының сапында Альберт Ақбалықов қазір өз әріптестерін есепті алға шығарып отыр. Міне камбэк, міне мінез. Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы Альберт Ақбалықов. Ақбалықов! Альберт есепті 4-2-ге жеткізді. Ақтөбе командасы камбэктің көбесін көрсетіп жатыр мына жақта. Контра шабуыл. Асхат Көлбаев.
төбесіне тастағысы келді, бірақ Козлов тұзаққа түскен жоқ. Козловтың өзі шабуылды аяқтады қазір. Жақсы тепті. Гол соғатын тамаша мүмкіндік болды негізі. Және контра шабуыл соңы голмен аяқталып отыр жақтағы. Иә. Осымен бүкіл мәселе шешілген секілді Ақтөбе командасы қазір ғаламат гол салды. Контра шабуыл. Алыстан соқты және Биел 6-да 2-ге жеткізді. Иә, Ақтөбенің жеңісі құтты болсын деп айтып берсек болады. Негізі бағана айтуға болады, әрине Әліптің артын бағып отырғанбыз, бірақ енді 6 жылдан кейін енді уақытта жетпейді бір жағынан астаналықтарға. Плюс 4 голмен алға шығып кетті. Ал ақтөбеліктер болса соңғы бір контра шабуыл жоқ. Шабуылға шыққанмен де Дмитрий Медведев доп тартып алды және матч аяқталды. Қорытынды есеп 6-да 2 Ақтөбе командасы сенімді түрде бүгінгі матчта жеңіске жетті. Қадірменді көрермен, ендеше ертең 17:00-де командалар Сайран аренасында тағы да екінші қарымта ойындарын өткізеді. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.